Түркістаннан аттандық әзіреттен тиянақ, жылағандай атаға қылу талап зиярат. Жүріп кеттік іркілмей, жүру депті жол ақы. Жолбасшымыз Божбаншал Қорғанбектің болаты. Қарашықтан арасып шорнақ қалды аумаңда, көз қиығын қадаймыз шер қаңқалы сауранға. Бабай қорған майдамтал, өттік абай деңінен, айдақардай Қаратау тартып жатыр лебімен. Әулиенің кенеді жарықтықтың жатысын, бізге дендік айқарып, аша берді қақпасын. Қызғалтақтан түр салып таудың көгіс етегі, тулап келіп бозпұтақ жерге сіңіп кетеді. Шулап келіп көк орман бір хикая шертеді, әлде ақиқат, әлде аңыз, әлде афсана ертегі. Местен өте бергенде шықтың сөздің мағызы, көз алдымда тірілді жылағанның аңызы. Қаратауға кіретін дәл осы ара босаға, осы маңда күнелткен Құрышқан мен Шашана. Бана Абай деген ауыл бар ғой, сол жерде Құрышқан атаның несі бар, мазараты бар. Мес деген ол мына жаққа қарай кетеді, жаңағы Майдамтал жаққа қарай кетіп бара жатқанда ғой деймін, Мес деген ауыл. Шаштана неде Қаражонда кесенесі. Гүрсіханды Құрышқан деп айтып жатыр. Гүрсіхан Құрышқан екеуі брат деген. Әкесі, осы кісінің әкесі. Төрт түлігі бар бопты, бір перзентке зар бопты, жылап тілеп жүргенде әжім жүзді әрлепті. Шыныменен Құдайым берем десе қиын ба, пендесінің көз жасын көрем десе бұйым ба. Ескірмейтін есті сөз бұл жолы да дәл келіп, аян берген бір түні ақсақалды шал келіп. Еніп кеткен әлгі шал Шаш ананың түсіне көп ұзамай бір перзент бітер депті ішіңе. Ол баланың тосырқап қарамаңдар түріне ал, сана керек мұнығар, хақтың тағы сыны бар. Бір қатты сөз айтуға болмайды бұл балаға, өйтер болсаң бар еңбек кетті дей бер далаға. Ол жүруге келмейді әстәрине жетелеп, шеше менен әке боп бағасыңдар мәпелеп. Уақытта мерген дүр оғы түзу оқпан, уақыттағы мерген дүр оғы түзу оқпанша, шыдайсыңдар бәріне мөлшерлі сәт соққанша. Өте алсаңдар егерде жаратқанның сынынан, бақ құт таңы атады Қаратаудың шыңынан. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалар заман кеп, мақшар таңы атқанша шат болады тамам көп. Аштық нәубет жетпейді бұл халықтың басына, айналады гауһарға таудың тарғыл тасы да. Осын айтып ғайып боп кетті дейді ақсақал, шаттық кернеп шашына қонған демде ақшақар. Қолым бұлғап шулапты жазыдағы бақша тал, сағымында үміттің қалқып тұрған көк шақар. Болды ақсақал дегені аян тегін кеткен бе, бала туды Шашана мөлшерлі күн жеткенде. Аумай келді айтқаны бала дейтін бал емес, тулап түсті жөргекке қол аяққа аяқсыз қарамес. Тулап түсті жөргекке қол аяқсыз қарамес. Мұны көріп атана қоса талып қалады, бала туған сол қоныс мес аталып қалады. Жасағанның ісіне қылмайық деп күпірлік, екі мұңдық ешшейді бергеніне шүкір ғып. Достар күліп, дұшпандар жүрді сырттан табалап, өсе берді жарылмай баласы бар қағанақ. Ауыз, мұрын, көз, құлақ сау балаға барабар, нәжіспенен зәр шығар мүшелері ғана бар. Өскен сайын баланың бағуы да қиындап, көзден таса қалдырсаң домалайды құйындап. Отқа түсіп құзардан ұшып кетті жүрер деп, бағып жатты атана төзімдерін шідерлеп. Айтқан сөзін екетпей түске кірген бабаның, қиналса да екеуі шытпайды ешбір қабағын. Талай жаз қыс өттенді, өткен күнде жоқ белгі, домалаумен сол бала жетіге де жеткенді. Төтен ұрды сол күні жаратқанның сынағы, бала қолда Шаш ана қазан бұлғап тұрады. 7 жасар мес бала қалды кенет бұлқынып, шешесінің қолынан түсіп кетті жұлқынып. Шеше байғұс тап берді, отта шапшып лап берді, отқа түсіп кетуден періштелер қақтенді. Ол да жалын шапшыды, тура атылып бұрыштан, құтқарам деп баланы түсте екпеттен Құрышқан. Жатқан төске көлденең маңдай жағын қатты ұрып,
Хақ чекеден қарақан қоя берді шаптырып. Онсыз да ана налалы, кетті талып шамалы, аңдып тұрған ақсайтан байлап қойды сананы. Бәле болдың бала емес деп бейшара қалады. Құлынын деп қайтадан ұстамақ ед баланы. Бай деген шал үні жеткен шақта жырақтан, бала даусы шар еткен оқ боп өтті құлақтан. 7 жылда бір рет сыр бермеген қағанақ, қарс айырылды сол жерде, шығады атқып самалақ. Атқып шығып балалғы жүзім бұрды теріске, барады екен жетектеп Жебірейіл періште. Періштеге ілесіп жылап қашып баратыр, әр тамшы жас маңайға шырақ шашып баратыр. Зар еңіреп соңынан желеді еріп атана, аруана да осылай жетпеуші мед ботаға. Үзілгір деп жұлыным, тоқтай көр деп құлыным, жанталасты екеуі шырқыратып шыбынын. Қара таудың жонына шықты бала оқтаяқ. Бағанақ шыққан жеріміз ғой, соны жон, қара жон. Тұрды кенет арттағы атанасын қаттаяп. Тауға қарай жүгірген перзен үшін жанжалдап, кемпір келеді тарбаңдап, шал келеді арбаңдап. Періштеге бір ауыз тіл қатуға оқталды, шөлден екі бейшара өледі ғой деп қалды. Сөзін тастау сәбидің оған да оңай соқпасты, аяғының астында теп деді анау көк тасты. Бағанағы құдық тұрған төбедегі су бар ғой, сол жерде теп деп айтты дейді. Теп деп айтты анау көк тасты. Тепті бала қаттырақ, кәусар тамшы ақ бұлақ, көк күмбек тас бетінен қоя берді атқылап. Қумаңыздар мені деп қашты тағы еңіреп, әжеп тарқып бүрінге толып кеткен төңірек. Аңқа кепкен атана сол кәусардан ішіпті, 5-6 баланың тасқа балқып түсіпті. Әні ізі баланың бұлақ мынау сондағы, болат досым қыздырды мәжілісті жондағы. Сарқылмайды бұл бұлақ қияметке дейін деп, әңгімені тірілтті кей жігіттер кейінгеп. Жебірейіл періште солай депті балаға, сәби шақтан осаңыз сіңіп қалған санаға. Рас дейді тамшылар қас қабағын қаққылап, шың басында көктастан атқылайды ақ бұлақ. Үй орнындай көктас бұл мөрдей басып табанын, алып қалған мәңгізін сонау сәби баланың. Бала сөйтіп әлғышса, өгіз тауға құлаған, арттан жеткен атана даусын естіп жылаған. Ақ серкенің шыңыда шыққан алдан маңырап, ақ серке деп мына жақта айтты дейді, баған осы жақтарда еді. Енесімен ылағы табысар деп жамырап, түссе етекке екеуі шың басында тұрбала, соңғы зарын айтыпты жасын төгіп дүрдана. Ей атанам қайтыңдар, елге сәлем айтыңдар, әлі сағат соққан жоқ, шын сырымды айқындар. Жеткенше анау далаға, енгенше шәр қалаға, өтінішім бір деррет арт жағыңа қарама. Ал мен жоқпын сендерге ақыр таңы атқанша, елге дұға қыламын, күн мәңгіге батқанша. Қош болыңдар деген үн тарап барша жапанға, кетті ұл кіріп бір жола қапқара үңгір апанға. Ол қапқара үңгір апан ол жоғар жақта. Егер барамыз десеңіздер, емдейміз десеңіз, тамақтан кейін баруға болады. Ол емес, ол жоғар жақта біраз жерде, кішкене бөлік. Шал мен кемпір жылайды, маңдайларын тоқпақтап, жатыр әлі бала ізі шың басында соқпақ боп. Шал отырған құз жартас, су құлатқан бір құлақ, кемпір тұрған құж қойтас әлі күнге тұр жылап. Әңгіменің желісін үзбей әрі айталық, шал мерт болған сол жерде кемпірді елге қайтарып. Құршықан өшеде қайсыз болған дейді. Кемпірді қайтарды дейді. Кемпірді елге қайтарып. Ол тілегін екетпей кемпір жеткен етекке, біреу келе жатқандай ілес алмай жетекке. Сайтан ойсап соңынан ұлы келіп қалғандай, шыдай алмай артына жалт қарапты сормаңдай. Сайтан ойсап соңынан ұлы келіп қалғандай, шыдай алмай артына жалт қарапты сормаңдай. 3000 тұқтың жасына бар қаратау малтыған, келеді екен бейбақтың өзен еріп артынан. Тамыр демде тартылып, тереңдегі көз жұтып, жерге сіңген сол жерде асау өзен боз бұтақ. Мынау өзен ағып барқан өзен сөз неден сіңіп жоқ болып кетеді. Боз бұтаққа барған кезде ары қарай сөз. Кемпір сабыр сақтаса дейді жолдас қария, бүкіл елге ырыс боп барады екен дария.
Хош, бұл сөздің бізденді тамырынан қайталық. Болат келет қасымда шындығынан шайқалып. Кереметін көресің бала кірген үңгірдің, ұясындай ақырда шығатұғын шын нұрдың. Кешке кетсең тазартып, таңға мейлі таңғалма, із жатады аузында таңда қайта барғанда. Жаңағы жерге тазартып қайтып кетсең із жатады баланың дейді. Бағана мен айтамын деп ұмытып кеттім. Су ағып жатқан кезде, жоғары су ағып жатқан жерде жоғары жағын түсіресіздер ғой, баланың бір елес көрінеді, кәдімгі кей кездерде бар ғой, суға секіріп ойнап жүрген. Кәдімгі соны видеоға түсіріп алған адамдар болды. Кейде көшадағы мынаны қараңдар, қандай ғажап деп. Баланың бейнесі түсіп қалған дейді да, суда ойнап жүрген секіріп. Төбесінде ма? Жаңағы су шыққан жерде бар, суға кәдімгі секіріп ойнап жүрген баланың кәдімгі. Ау. Жоғарысында. Жаңағы жоғары Сол жерде су шығып атқылайды. сол жерде бала кәдімгі. Ал мына ізі қалады деп отқан анау не жағында жаңағы қатын еді, үңгір жағында. Жоғары жақта. Мана жоннан көрдің ғой тасқа түскен табанын, тура сондай мөлшерде жатады ізі баланың. Ал шал қалған жартастан болмасын еш күмәнің, су құлайды бір құлақ, қабыл болса Құраның дейді. Жаңағы шал қалды ғой жартаста, жаңағы біз Құран оқыған жерде. Ал шал қалған жартастан болмасын еш күмәнің, су құлайды бір құлақ, қабыл болса Құраның дейді. Келсе егер де жын бақсы, шайтан қажы, қырт әнші, құдай куә жартастан су тамбайды бір тамшы дейді. Теріскейдің желі деп, өгіз тау тұр мөңіреп, тауды бойлап жетеді үн бала құсап еңіреп. Тауды бойлап жетеді үн бала құсап еңіреп. Ақсерге тұр маңырап, лақ құсап жамырап. Бала даусы кезіп жүр аспан астын аңырап. Шалбас тауға жеттік біз тұрып біраз үркектеп, мадақтадық Алланы отыра қап бір топ боп. Құран оқып сауабын бағыштадық сырадан, аталарға жылаған, аналарға жылаған, балаларға жылаған, барлық бақи әруаққа үміт күткен дұғадан. Көзі алдыма сол сәтте қазақ деген ел келді, ата, ана, перзенті үш бөлінген шер келді. Елестеттім әр сайда арманды өлген ерлерді, ұландарым тірілей кіріп кеткен көрлерді. Азаттықтың таңында мазақ болған төрлерді, тас жүрекке түспей із басылмаған мөрлерді. Шеше жұртын шашынан сүйреп ұрған шендерді, әке жұртын басынан илеп ұрған мендерді. Ұл намысын қыздарын түсек қылған көндерді, иман атын жамылып оңып кеткен өңдерді. Елестеттім шыдамай сөгіп көңіл көмбемді, шың жеңіліне қосылып еңіредім менденді. Гүл еге алмас сұр тасқа нажақ айлы қамшысы, улы тікен өсірер зәр боп әрбір тамшысы. Жүрегінен жан қашқан, тілегінен арғашқан, басынан бақ айнытып періменен жын алмасқан, жағасына айының жынды жұлдыз жармасқан, иманынан хал қашқан, дидарынан таң қашқан, борбайынан без аққан, маңдайынан көз аққан, алапес түн сен қашан көшесің деп қазақтан. Ей қапасқа қамалған, шыршыр еткен балдырған, қашан жарық көресің, елесіңе жан құрбан. Ата белін талдырған, ана емшегін солдырған, шындығыңдай сен енді шығып табыт тандырдан. Мен білмеймін ғафыл кім, атты таңы ақырдың, сондықтан да мен сені шың басынан шақырдым. Бізге назар бұр сана, уәдеңде тұр сана, еңіреген жан көрсең өзіңменен бір сана. Күтіп жатқан ерлер бар қапастарда қараңғы, қой үстіне бозторғай жұмыртқалар заманды. Еміренді кенеттен алдан жартас қария, көктен төмен гүрілдеп құлады бір дария. Сүңгіп кеттік толқынға, бер еліме аллалап, басқа дәулет оралды жүрекке жанға абат. Жанға абат. Еңіреп жүр болат та қабыл болды дұғаң деп, қабыл еткен бір Алла, һәм әруақтар шүбәм жоқ. Әруақ жоқ деп еліме келген індет ылаң боп, құруйсың сен басына ақ құйылған жылан боп. Береді Алла қазаққа, келеді ол да келеге, жарта соққан жанымды жұртым ұқпай немене. Осы ойменен ұйықтадық, ай шыққанда төбеге, жұлдыз малта жайылған, жылаған тау өреде. Алты малта ас болып, көзге жұлдыз жас қонып, мен түсімде жаттым бір, шын бақытқа мас болып. Мерез қала кіркентті бар қаламды ластанған, бір диария жуып жүр, жылағаннан басталған. Құрышқан шаш ананың жетідегі жетімі, шың басында күліп тұр,
желп етіп кекілі. 2010 жылы жазған екен Ақтау шаһарында. Намаза бүгін тарихта бір өлеңге сыйғызып керемет иә. Bu filmde atın atap. Иә. Үстін түстеп. Екеуі бірге зиратқа келген ғой. Я бірге зиярат